Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қатпарлы қамырдан жасалған сочниктің рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге қажетті қатпарлы қамыр, творог, қант, бір дана жұмыртқа және мейіз. Ең алдымен біз творогымызға жұмыртқамыздың ақуызын қант араластырамыз, дәміне қарай. Және мейізімізді салып жақсылап араластырып аламыз. Енді қатпарлы қамырымызды алып, жеке-жеке осылай етіп бөліп аламыз. Қатпарлы қамыр дайындалу жолын описанияда қалдырамын, ссылка тастап, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді барлық осылай дөңгелекше етіп қамырымызды жайып аламыз. Жайып болған қамырларымызды, начинкамызды, яғни салмамызды салып, өзіңізге ұнаған формаңызда жасасаңыз болады. Дайын болған сочниктердің үстіне бағана бір дананың жұмыртқаның қалған сарыуызын жағамыз. Бетіне аздап қант сеуіп шығамыз. Сочниктерімізді духовкада 200 градуста 20-30 минутта дайын болады. Мінекей, енді қараңыздар, сочниктеріміз дайын, өте жұмсақ, қытырлақ болып шығады. Ал ендеше астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.